Сәлем достар. Тамақ бастар дейсің ба? Айстар, жалаңыз қай. Мен бүгінгі бір күнім қалай өткенін көрсетейін. Алдымен осылай үйді жинап алдым. Тұрлап тұрып, бір үйді жинаған кезде бір күшті болып қаласың. Бір өзі пытырлап бізге бір жинап беретін дейді. Әрине бәрін өзің істейсің. Осылай барлығын ойыншықтарды бәрін жинап алдым. Бірақ бұл үйді жинайсың, даже бір сағаттан болмай қайттан шашылап ал үй болған. Как всегда солай, осылай екі-үш жинтықлап жүреді ғой. Еріп, негізі үйде пылесос бар. Маған удобный сыпырға. Білмеймін не екенін, мен дарылдата пылесос келмейді. Маған телефонмен жүрген өтіпні. Және осылай базарға шықтым. Негізді қолымда 2 пакет мусорым бар. Мусорды тастадым да зырлап автобусқа барып мұртқа мініп алдым. Негізі сайрап келедім. Айтып едім, короче, мен бұл базарға баратырмын деп ше. Біреуге мен базарға қызық сияқты тұр. Бірақ сонда да өзім үшін қолдап кетіңіздер. Осылай базарға келдім. Әп-әтемі болып. Осылай базар аралап жүрдім. Мен, как всегда, Самалдын алатын. Негізі базарға онша келе бермеймін. Ұзақ болғаннан кейін. Осылай базарға келдім бүгін. Күшті өте бір көп. Бүгін базардан алған заттарыма распаковка десең ба. Бұл балық. Балық алдым. Сирақ алдым. Холодеске. Ертең рецепт түсіремін. Ертең мұғанды қашан екен білмеймін. Түсіремейді ал бауырсақ деп айтылады. Кішкентайын өзі қанша денге шықты olsun. Сіздің чайник алып, үйде чайник бар. Бірақ мамайд осындай алғым кеп жүрген. Ауырып жүрдім. Осылай бекбон, доширак, керешки, селдере, астында сирақ бар. Селдеремен де не түсірем, смузи жасайм. Тоже соған керек. Мен негізі доширак онша шермін, мен да бір рет болмаса. Осылайнан бір күнім осылай өтті. Мені қолдап кетіңіздер, лайк басып, мынау балық ұрдым. Қолдап лайк басып кетіңіздер. Сіздерге оазбучка жасадым.